Мені құрметтемегенді мен де құрметтемеймін. Патшалықтар туралы бірінші жазба, екінші тарау, 30-шы аят. Құдайды мадақтауды сен өміріңдегі ең ұлы мақсат және оның алдындағы жүріс-тұрысыңның басты қағидасына айналдырдың ба? Олай болса, ол да сені мадақтайды. Адамдар бізді біраз уақытқа дейін көтермелеуі мүмкін. Дегенмен Құдай бізді өте ұтымды түрде көтермелейді. Нәтижесінде, егер адам тіпті әртүрлі қорлықтарды бастан өткізуге тура келсе де, Құдайдың еркіне сай іс-әрекет етсе ғана, нағыз даңққа ие болуға апаратын ең дұрыс жол Құдайдың жалғыз өзі ғана болып табылады. Ели өз отбасында Құдайды дұрыс басшылықпен мадақтамады. Сондықтан да оның балалары Құдай иенің өздерінің қызметіне лайықты мінез-құлықпен дәріптемеді. Міне, сол себепті Құдай оларды мадақтамады. Тіпті бүкіл халықтың үстінен басқа басшы сайлап, сол отбасына сеніп тапсырылған қызметті алып қойды. Егер мен қалай болған күнде де өз жақындарыма игілік көрсетілуін әрі олардың адамгершілігін арттыруын көргім келсе, онда маған міндетті түрде Тәңір иені барлық жағдайларда табандылықпен барынша мадақтау керек. Құдай әділетсіздің осы дүниелік даңққа жетуіне жол беруі мүмкін. Дегенмен, ол сыйлайтын құндылықтар, абырой мен атақ-даңқты, сондай-ақ мәңгі өмірді өзін киелі бойсынушылықпен мадақтауға ұмтылғандар үшін сақтайды. Құдайдың даңқын көтеруім үшін бүгін не істесем екен? Мен оның даңқталуына сөзіммен де, күнделікті жүріс-тұрысыммен де өз үлесімді қосуым қажет. Сондай-ақ мен ол үшін ерекше қызмет етіп, осы іс-әрекетімде құрметтелуім тиіс.